Жаңа телефон чыкпай көрсөтө салайын дегем да, жана боюнда. Катты сагынып жатыр энди, болмайатыр. Енді андай болады, жаңағы энергетикасын сезетін деп атсыз ғой, енді еркекті еркек ретінде сездіре алатын сондай бір ару деп айтылған. Мен енді перизат дейінші, сондай бір энергиясы әйелдік жылулықты бере алатын деген сияқты сондай. Не кабагыңыз тийип келет? Нормально. Бул киши билбейм, азандан бери бирөө урушуп жүр, және де азандан баштап перизатпен урушуп калдым деген бір сөзүн естип калдым. Жок, енді сәл сөзге кылып шешіп алдық қой. Мелочь қой. Білмеймін, шешіп алған адамға ұқсамайды. Жоқ, қазір басқа жұмыс бар мен тәртіп. Перизат Қырғызстанда. Перизат Қырғызстанда. Жалғызсырап қалдыңыз ба? Айтпаңыз, датаба бәрін қолымда келдім қараңыз. Не бар соның бәрін киіп алдыңыз ба? Жүрегімде. Сағынып жатырмыз енді, Перизат, тез оралыңыз. Нұрсұлтан, сіз үшін қыздың нәзіктігі, женсіңіз деген неде? Женс. Білмеймін, андай ол нәрсе андай еркекті қалай түсіндірсем, сұрақты айта аласыз. Женсіңіз деген нәрсені қалай түсінесіз? Қыздың нәзіктігін. Жалпы сіз әшейін энергиясынан сезетін сияқтысыз. Энергиясынан, андай еркекті. Ал құрметті достар, білесіздер, мен блогермін. Қазіргі таңда блогерлік арқылы табыс табам. Енді бұл жолға да оңай келген жоқпын, қаншама еңбек бар бұл жақта, қаншама нерв бар деген сияқты дүниелер көп. Енді қазіргі таңда қай жаққа барсаңыздар да сіздерден жұмысқа тұру үшін опыт сұрайды. Сол себепті өте қиын. Енді бұл жағдай барлықтарыңызға таныс деп ойлаймын, опытсыз жұмысқа алмайды. Ал тәжірибені қалай жинаймын деп сұрасаңыз, қазір келесі сторис айтатын боламын. 16 мен 22 жас аралығында қыздарға арналған старт программ бағдарламасы жайлы қазір сіздерге толықтай түсіндіретін боламын. Енді бұл жақта сіздер 6 бағыттың бірін таңдай аласыздар. Біріншісі кейтеринг, сервис және қонақжайлық, операторы және де автокөлік цехы, монтаж жұмыстары және де әрлеу жұмыстары. Ерекшелігі кез келген қыз 0-ден бастап 2 жыл ішінде стажы өсіп және де айлық табысын арттыра алады. Бағдарламада жалақы $1080 бастап $1780 дейін өсетін болады. Сонымен қатар ұшуға көмек және де құжаттарды рәсімдеуге қолдау беретін болады. Тұрғын үй және де медициналық страховка дейді ғой, бір сөзбен айтқан кезде, соның барлығын өздері жасап беретін болады. Ақпаратты олардың официальный сайтынан таба аласыз. Егер халықаралық компанияда табысты мансап құрғыңыз келсе, онда старт программ бағдарламасына дәл қазір қатысыңыз, немесе жұмыс іздеп жүрген құрбыңызға жіберіңіз. Ассалаумағалейкум ағайындар, қайырлы күн, қалайсыздар? Судья келдік, 14:30-да Евразия арнасы қосылу болсын. Бүгін ортаға шығу керек едік, өкінішке орай ақерке келмей қалыпты. Кеше үйін жағына барып сөйлескен кезде вроде бәрі нормально, шешкен сияқты болған едік. Білмеймін, енді ұйқысы қанбай шығар, может ұйықтап қалған шығар деген ойдамыз. Арам ой жоқ, мүлдем басқа. Менде бәрі жақсы, өз-өзіме келдім, бәрі керемет. 14:30-да Евразия арнасы қосылу болсын.